той құтты болсын. Осы тойға келер бұрын апайымды маңымда көріп қалдым да, қызық жағдай болды да, енді қалай. Маңымда көріп қалған кезде осы бұл апайым менің Қызылордада жоқ шығар деп жоқ еді ғой деп едім. Сөйтсем мен бақыт балам қалайсың деп, сонымен сол жерде амандасып, бәріміз аман саулық сұрап, туған күнін айтып жаттым. Осындай туған күніне шақырды. Сол кезде видеоға түсіріп, видеоға салып жіберген тұғым. Сол апайымның арқасында міне 64 мың көрермен болып әлеуметтік желіде. 15 мың лайк басып, апайымның арқасында жұмыс болып кеттім. Но енді апайымыздың шәкірттері көп, енді 100-ден асайды ғой енді. Осы жан-жақтан көрген халық барлығы келеміз деді. Енді біреу Астанада, біреу Алматыда бәрі көріп отыр ғой жаңағы әлеуметтік желіден. Енді көбісі қазір тамыз айында барлығында той болып отыр. Көбісі келе алмады. Өкініп жатыр енді келе алмағандарына. Апайымызға айтып жатыр. Апай сізге енді Алла бұйыртса 90 жылдығыңызда осындай үлкен тойда бәріміз жиналып келеміз. Алла бұйыртса. Денсаулық болсын, Алла қуат берсін, аман сақтасын. Енді мынау апайымыздың жақсылығын айтайық. Жақсылығын айт, иман тасысын дейді ғой. Мен енді бұл кісіде тек жақсылық қана көрдім. Бізге енді бас кезінде былайша сабақ берді. 8-ші класстан кейін 9-ші класста класс жетекші болды. Сол жаңағы 8-ші класста бөлгеннен кейін, мен далада тұрсам, бақыт неғып тұрсын дейді да, білмей тұрмын қай классқа барамын десем, жүр кеттік, мен сені таңдап алдым ғой сені дейді да. Біз енді ол кезде мотивация деген сөз білмейміз ғой. Сол кезде бір үлкен серпіліс берді. Сол сияқты апайымыздың тек жақсылығын ғана білеміз. Мына енді білмеген халыққа айтып отқандарымыз ғой енді. Бұндай той мен басқа жерде естімеппін. Жаңағы 60-тан асқан шәкірттері 80-дегі ұстазының тойына, мерей тойына келіп отыр деген. Енді бұл 100-ден бір кездесетін шығар енді бұл. 100-ден бірі ғана. Көпшілігіңіздер келісетін шығарсыздар. Сонымен мен бұл күнді жай туған күн емес, жай той емес. Бұл жаңағы өмірде 100-ден бір болатын жаңағы өмірімдегі ең тарихи күндердің бірі деп санаймын. Енді мынау туған күніңіз құтты болсын. Аңсаған арманыңызға, қойған мақсатыңызға жете беріңіз. Барлық жақсы тілектерді айтып отыр ғой. Енді мен басқасын айтпағанда, басқа кісілердің аналардың аяғының астында дейді ғой, жәннатқа баратын жол. Бірақ енді осы апайымыздың астында 100%, 200% жәннатқа баратын жол жатыр. Міне, бәрілеріңіз осы құрметтейміз, апайымызды тек жақсылық болсын. Сонымен сіздің келесі 90 жылдығыңызда кездесек Алла бұйыртса. Қыздардың бәрі жиналады. Саламатсыздар ма, тойшы қауым. Оразгүл апай, туылған күніңіз құтты болсын. Деніңізге саулық, отбасыларыңызға аманшылық, жақсылық. Әрдайым осындай төрден орын алғаныңыз, орын ала беріңіз. Бізге Оразгүл апай класс жетекші болды, кішкентайымыздан. Біз өзіміз орыс мектеппен қазақ мектеп араластық. Оразгүл апай бізге орыс тілінен сабақ берді. Орыс тіліне жетіп, біз бәріміз сабақты жақсы оқыдық. Енді бәкем 8-ші класста қосылғасын бөлініп жатыр. Біз енді апайды кішкентайынан, осы апайдың 5 баласын көрдік, кішкентай. Арасында субботикке бірге баратынбыз. Бізге жақсы тәрбие бердіңіз апай. Жақсы оқыдық. Өмірден әрқайсымыз орын алдық. Әрі ұстазсыз, әрі қазіргі анамызсыз. Анамыздың көзін көрген кісісіз. Сондықтан мына балдарыңыздың істеп жатырған, сізге жасап жатырған тойы бәріңізге жұмысты болсын. Әрдайым да балдарыңызға істеген қызметіңіз, мына оқушыларыңызға істеген қызметіңіздің бәрі Алладан қайтсын. Жақсы анасыз, жақсы тәрбиеші, жақсы класс жетекші болдыңыз. Соның арқасында кеше той болады дегесін. Бар жұмысымызды ысырып қойып, класс жетекшіміздің тойына келіп отырмыз. Жаңа бәкем айтып жатыр, апайымыз 80-де, өзіміз 60-тамыз. Аллаға мыңда бір шүкіршілік, осындай апай сабақ берді. Кімнің апай дегенде, А класының класс жетекшісі Оразгүл Мұстафаева деп, біз сондай ауыз толтырып айтамыз. Тойыңыз той қаласын, балдарыңыз
осындай рахатын сізге көрсете берсін. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырған жансыз. Немерелеріңіз сөйлеп жатыр. Шөпшектің су қолынан су ішіп апай жүре беріңіз. Балдарыңызға көп рахмет. Әрдайым шетелден көреміз, әрдайым жан-жақтан көреміз сізді. Біз қуанып отырамыз апайымыздың осындай жасы болып ортамызда жүргені. Апай, сіз жасарып тұрсаңыз, біз де жас болып жүре береміз. Рахмет, басымыз иеміз апай сізге. Алыңыздан, біздің қасыр атынан шапанымыз бар, сақинамыз бар, қапс етуге ұлсат беріңіздер. Тілек айтып алайын. Мен сізді апайдың бағына сіңілсіз деп ойлағанмын. Ұқсайды екенсіз. Мұраттарыңыз ұқсайды, точно не? Мынау мектеп бітірген құрдастар 100 жылдық кездесу болған ғой. 40 жылдан кейін құдалас кездесесіздер, 100 жыл. Сол 100 жыл тойды, сол Мұрат сияқты бала жасап берген, 73-тегі баласы. Той біткеннен кейін атамыздан сұрап алды, той қалай өтті десе, тамаша өтті. Класстастарын түгел келді деп 100 жасқа. Тамаша. Одан да күшті бақыт бар деп. Қандай бақыт десе, менің класс жетекшім келіп тойға деп айтты дейді. Сосын қай жасқа келгеніңізде апайымыз алдымызда жүре берсін.